Бүгін бізде ZIP брендінің колонналы вентиляторына обзор. Комплектке не кіреді бізде? Вентилятордың негізгі корпусы, төменгі жақ креплениясы, алыстан басқарылатын пульт, қосып өшіру, жылдамдық, таймер, обдув, түнгі режим және поворот. Және орыс тілді нұсқаулық. Қалай құрастырылу керек, не кіреді, барлығы осы жерде түсіндіріліп жазылған. Енді мен сіздерге қазір мына крепленияның қалай құрастырылу керектігін түсіндіретін боламын. Ол үшін мынаны осылайынан айқастырамыз. Осылайынан айқастырамыз. Және керісінше жақ бетінде бізге мына язычоктар кішкене мешайтеді. Осын былайын астына кіргіземіз, мына жағынан тоже. Және мына жерді мынаған турлап кіргіземіз. Мына жағын кіргіздік. Енді мына екінші жағын осылай кіргіздік. Және кішкене осылай бассақ, осылай киіледі. Енді вентилятордың вилкасын алып, осы жерден өткіземіз. Және мынау креплениедегі екі тесікті вентилятордағы екі тесікке тура келтіреміз. Тура келтірдік. Енді бізде осындай қысатын бар. Осын тоже вилкадан өткізетін боламыз. Мынаны қатты қысып бұраған кезде мынаған күш түсірмей, осыны қимылдап кетпеу үшін ұстап тұруымыз қажет. Осылай кішкене қысамыз. Креплениясы дайын. Енді мен сіздерге қазір вентиляторды қосып, қалай жұмыс істейтінін толық түсіндіретін боламын. Вентилятордың биіктігі 102 см, сенсорный басқару панелі, әдемі дизайн, және де 70 градус айналу. Бізде қосып өшіру үшін мына кнопканы басамыз. Бізде вентилятор қосылды, бұл ең төменгі режим. Мына кнопканы бассақ, бұл бізде 70 градусқа айналатын болады. Қайтадан басамыз, тоқтайды. 15 сағаттық таймер. Және де мынау қосып өшіру кнопкасы. Мынау жылдамдық. Екінші режим, және де үшінші режим. Ал мынау бізде түнгі режим, және де қалыпты жұмыс жасау режимі. Енді мен сіздерге алыстан басқару пультмен қосып өшіріп көрсететін боламын. Мынау бізде қосып өшіру кнопкасы. Өшірдік, қостық. Мынау жылдамдық арттырамыз. Екінші режим, үшінші режим. Және де таймер. Максимальный 15 сағат. Және де обдув. Түнгі режим мынау. Мынау қалыпты режим. Қайтадан жоғарылатамыз. Мынау бізде түнгі режим. Және де поворот. 70 градус. Барлығы қарапайым, түсінікті тілде.